Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаз бен күз айлары. Бүгінгі сабақта тыңдаған материалдардың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің. Сюжеттің даму желісі бойынша кесте толтырасың. Мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін қандай, қай, қашан, қайда, не істеді деген сұрақтар құрастырасыңдар және оған жауап бересіңдер. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын. Мұқият тыңдаймыз. Қойының толы жеміске, көк майсалы егісте, көбелек қуып ойнайтын қай мезгіл деп ойлайсың? Бұлттар төніп, жерге шөгіп, дымқыл тұман басады. Шөп сарғайып, өңі тайып, дала сұры қашады. Бөбектерім, айтыңдаршы, бұл қай кезде болады? Жарайсыңдар балалар. Жауаптарың өте дұрыс. Бұл жаз және күз мезгілдері. Балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болыңдар. Тыңдаңдар, қайталаңдар. Егін орады. Салқындайды. Қол шатыр ұстаймыз. Жаңбыр жауады. Суға шомылады. Сарғаяды. Балалар, келесі кезекте тыңдалым тапсырмасы. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Жылдың ең ыстық мезгілі жаз. Жазда күн ұзақ, түн қысқа болады. Балалар жазғы демалысқа шығады. Жазда жеміс-жидектер піседі. Адамдар суға шомылады, күнге қыздырынады. Ендеше балалар, тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Жылдың ең ыстық мезгілін ата. Жазда күн мен түн қандай болады? Балалар қандай демалысқа шығады? Жазда нелер піседі? Адамдар не істейді? Жарайсыңдар. Жауаптарыңды дұрыс нұсқамен салыстырып көріңдер. Жаз жылдың ең ыстық мезгілі. Жазда күн ұзақ, түн қысқа болады. Балалар жазғы демалысқа шығады. Жазда жеміс-жидектер піседі. Адамдар суға шомылады, күнге қыздырынады. Балалар, екінші тыңдалым тапсырмасын мұқият тыңдаймыз. Жаздан кейін күз мезгілі келеді. Күзде жапырақтар сарғайып түседі. Оқушылар мектепке барады. Адамдар егін орады, жинайды. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Күзде жапырақтар қайтеді? Балалар қайда барады? Адамдар не істейді? Құстар қайда ұшып кетеді? Жарайсыңдар балалар. Дұрыс жауаптармен салыстырып көрейік. Күзде жапырақтар сарғайып түседі. Оқушылар мектепке барады.
Адамдар егін орады, жинайды. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Балалар, тыңдаған мәтін бойынша ақпараттың дұрыстығын тексеріңдер. Жарайсыңдар, өте тамаша. Жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Балалар, келесі оқылым тапсырмасы. Мәтінді мұқият оқыңдар. Мәтіндегі асты сызылған сөздерге сұрақ қойыңдар. Жаз ең ыстық мезгіл. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Жазда жеміс жидек піседі. Біз суға шомыламыз. Күз айлары қыркүйек, қазан, қараша. Күзде егін орады. Күзде күн салқындайды. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Жаңбыр жиі жауады. Біз қол шатыр ұстаймыз. Ал, балалар, алған білімдеріңді бекіту мақсатында сөздерді сұрыпта тәсілі бойынша тапсырма орындаймыз. Мұнда не істеді, қандай деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді табасыңдар. Екінші, осы 3 сұраққа жауап бере алмайтын сөздерді анықтайсыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Суреттерді қараңдар. Жаз бен күз мезгілдерін салыстырыңдар. Балалар, мынандай жауаптар берілуі мүмкін. Жазда күн ұзақ, күзде қысқа болады. Жазда ағаштың жапырақтары жасыл болады. Күзде сарғаяды. Жазда аспан ашық болады. Күзде аспан бұлтты болады. Жазда адамдар жеңіл киінеді. Күзде жылы киім киеді. Жазда күн ыстық болады. Күзде күн салқындайды. Жаңбыр жиі жауады. Өте жақсы, балалар. Бүгінгі білімдеріңді бағалауды ұмытпаңдар. Қазақ тілі сабағы аяқталды. Сабақ сендерге ұнады деп сенемін. Келесі кездескенше сау болыңдар.